Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 10-шы сынып физика пәнінен электромагниттік индукция бөлімі бойынша жиынтық бағалауды қарастырамыз. Бірінші тапсырмадан бастайық. Суретте электр қозғалтқыш жұмысын басқару үшін электромагнитті қолданылғаны көрсетілген. Төмендегі құрылғының жұмыс кезеңдерін сипаттайтын сөйлемдер берілген. Және біз оларды берілген ұяшықтарға сәйкес кезеңдерді ретімен белгілеуіміз қажет. Бізде бір ұяшық мысал ретінде толтырылған, яғни бірінші кезең ол бізде кілт тұйықталады және катушка арқылы ток ағады. Біз қалған кезеңдерді табуымыз қажет. Екінші кезең бұл бізде Б жауап болады. Реленің өзекшесі магниттеледі. Реленің өзекшесі магниттелгеннен кейін бізде өзекше жылжымалы арматураның жоғары бөлігін тартады. Яғни үшінші кезең ол бізде ие болады. Келесісі бұл бізде жылжымалы арматурамен контактілер тұйықталады. Яғни төртінші кезеңге сәйкес нұсқа ол А жауабында. Жылжымалы арматурамен контактілер тұйықталғаннан соң, ең соңғы кезең ол бізде қозғалтқыш арқылы ток жүріп, оны жұмысқа қосады, яғни Д нұсқасы. Екінші есепке өтейік. Бізде өткізгіш контурды тесіп өтетін магнит ағыны, онда индукцияның электр қозғаушы күші 1,2 вольт болғанда 0,6 веберге бір қалыпты өзгерді. Бұл бізде магнит ағыны. Және біз осы магнит ағынының өзгеру уақытын анықтауымыз қажет. Сонымен қатар бізде қосымша өткізгіш кедергісі 0,124 Ом берілген екен. Ендеше біз осыған есепке сәйкес формуламызды жазайық. Ол бізде электр қозғаушы күш магнит ағынның өзгерісінің магнит ағынның өзгеру уақытына қатынасына тең. Осы жерден біз формуланы түрлендіріп, магнит ағынның өзгеру уақытын табайық. Ол бізде магнит ағынының өзгерісінің электр қозғаушы күшіне қатынасына тең осындай формуланы шығарады екенбіз. Енді сандық мәндерімізді орнына қойып, жауапты табайық. Есептеулер нәтижесінде бізде магнит ағынның өзгеру уақыты 0,5 секундқа тең екен. Үшінші есепке көшейік. Бұл бізде механикалық және магнит өріс энергиясын сипаттайтын шамалар арасындағы сәйкестікті анықтап кестені толтырыңыз делінген. Бірінші механикалық энергияны сипаттайтын шамалардың бірі, әрине ол бізде масса, өлшем бірлігі килограмм. Келесісі бұл бізде магнит өрісінің энергиясын сипаттайтын шама, дәл осы массаға ұқсас келетін, ол бізде индуктивтілік. Л әрпімен беріледі. Индуктивтілік. Өлшем бірлігі жазып қояйық, Генри. Келесісі бұл бізде жылдамдық. Механикалық энергияға. Бұған магнит өрісінің тарапынан ұқсас шама ол ток күші. Жылдамдықтың өлшем бірлігі бізде метр бөлінген секунд, ал ток күшінің өлшем бірлігі ампер. Ендігі кезекте бізде механикалық энергия, бұл бізде кинетикалық энергиясын жазайық. МВ квадрат бөлінген 2, өлшем бірлігі джоуль. Және магнит өрісінің энергиясын жазайық. Ол бізде Li квадрат бөлінген 2. Бұл жердегі оның да өлшем бірлігі джоуль. Осымен біздің үшінші тапсырма аяқталды. Төртінші тапсырма бізде катта қосқанда және ажыратқанда катушкада индукцияланатын ток бағытын анықтаңыз делінген. Бізде біз қандай да бір осы катушкада индукцияланатын токтың бағытын анықтау үшін біз оң қол ережесін қолданамыз, немесе кейде Ленц ережесіне жүгінеміз. Бізде ток осы тұстан катушкаларға ток береді, және біз мына жерде жаңа индукцияланатын магниттің бағытын көріп отырмыз. Төмен қарап жаңа келеді. Оң қол ережесі бойынша мына А бөлігіне біз бөлек қарастырамыз, өйткені ол жерде басқа катушка, Б бөлігінде басқа катушка. А бөлігіндегі катушка бізде индукцияланатын ток бағыты
индукцияның бағыты ол бізде төмен қарай қарағандықтан оң қол ережесі бойынша тоқтың бағыты бас бармақтың бағытымен сәйкес келу керек. Яғни осы бағытқа 4 саусағымызды қоятын болсақ, бізде тоқтың бағыты оңға, осы жаққа қараған байқаймыз. Бұл бөлігі бойынша қарасақ, бізде тағы да оң қол ережесін қолданамыз. Бізде енді 4 саусағымызды осы жоғары бағытқа тұсында ұстап қарасақ, бізде осы тұста біздің бас бармағымыз сол бағытқа қарайды. Яғни бұл екі тұста бізде тоқтың бағыттары екі жақты болады, және егер қосқанда дәл осындай бағытта болса, ажыратқанда керісінше қарама-қарсы бағытқа өзгереді. 5-ші есепке көшейік. Бұл жерде бізде велосипед дөңгелегі горизонталь магнит өрісіндегі металл оське вертикаль бағытта бекітілді. Дөңгелектің металл шеті мен металл ось шанақтары арқылы байланысқан. Бізде бөлігіндегі сұраққа бірінші жауап берейік. Неліктен дөңгелекті айналдырғанда электрқозғаушы күш индукцияланатынын түсіндіріңіз. Жалпы дөңгелек магнит өрісінде айналғанда, оның металл шанақтары арқылы электр заряды қозғалады. Магнит өрісі мен осы қозғалыстағы металл шанақтар арасындағы әсерден дәл осы индукциялық электр қозғаушы күш пайда болады. Бұл процесс Фарадей заңы және Лоренц күшінің нәтижесі арқылы болады екен. Келесі бізде Б бөліміндегі тапсырма, осы электр қозғаушы күшті арттырудың екі әдісін көрсетіңіз. Бірінші әдіс ретінде біз әрине магнит өрісінің индукциясын арттыруымыз қажет. Екінші әдіс дөңгелектің айналу жиілігін арттыру. Және соңғысы бөлімінде бізге дөңгелек радиусы 15 см және ол секундына 5 рет айналады. Магнит өрісін біртекті деп есептеуге болады, оның индукциясы 5 миллитесла. Бізге әр шанақтың 1 секундына қамтитын ауданын, сонымен қатар контактілер арасында пайда болатын электр қозғаушы күшті табу қажетпіз. Енді біріншіден біз ауданын табайық. Бізде дөңгелек шеңбертектес пішінде болғандықтан біз аудан табу үшін дөңгелекке, яғни шеңбер фигурасына арналған ауданды қолданамыз, PR квадрат. Бізде PR ретінде міне 0,15, яғни біз кейбір шамаларымызды халықаралық біріктіру жүйесінен келтіріп алдық. Нәтижесінде бізде шамамен 0-ден 107 метр квадрат шығады екен. Бірақ бұл бізде бір айналымға кететін аудан, ал бізде 1 секундта 5 рет айналғандықтан біз S' соңғы, яғни біздің 1 секундта біз 5 рет айналамыз ғой, сондықтан біз бір ауданды 5-ке көбейтеміз, S'-ті. Сонда бізде нәтижесінде 0-ден 135 метр квадрат болады екен. Бірінші С бөліміндегі I жауабына осы аудан тең болады екен. Келесісі, бұл бізде енді контакттер арасында пайда болатын электр қозғаушы күшті табуымыз керек. Әрине біз одан бұрын қолданылған формуланы қолданамыз. Одан бергі есептерде қолданылған электр қозғаушы күш бізде магнит ағынының уақытқа біз бұл жерге электр қозғаушы күш бізде магнит ағынының өзгерісінің магнит ағысының өзгеру уақытына қатынасына тең шаманы айтамыз. Бұл жерде біз магнит ағынның тағы да бір жаңа формуласы бар. Ашылып айтқанда, ол магнит индукциясы көбейтілген аудан және уақыт қала береді. Дәл осы формула арқылы біз енді қазір электр қозғаушы күшті табатын боламыз. Бізде индукция 5 көбейтілген 10-3 дәрежесі көбейтілген аудан ретінде біз жаңағы 0,35-ті аламыз. Және бізде өзгеру уақыты ол бізде 1 секунд. Сондықтан ол бәрібір есепте ешқандай мән өзгертпейді, сондықтан оны жазбасақ та болады. Және нәтижесінде бізде 1,177 10-3 дәрежесіндегі вольт шығады екен. Басқаша біз оны жауап ретінде жазайық, яғни бірінші бөлімде жаңағы ауданын табуға тапқан кезде бізде қорытынды аудан 0,135 метр квадрат болса, екінші бөліктегі бізде электр қозғаушы күш
ол бізде 1,377 милливольт екен. Осымен біздің 10 сыныптың электромагниттік индукция бөлімі бойынша жиынтық бағалауымыз аяқталды.